Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының татулық мәңгі тұмарым атты подкастының кезекті санын бастаймыз. Бүгінгі подкаст отбасы күніне арналып отыр, яғни адал азамат тәрбиелеген отбасы челленджіне арналады. Ендеше бүгінгі біздің қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Бүгін бізде Алаштың атын алты құрлыққа мәлім еткен белгілі спортшы, дзюдошы, Париж Олимпиадасынан алтын арқалап келген Елдос Сметовтің анасы Тоқтагүл Сметова ханым. Студиямызға қош келдіңіз. Сонымен қатар республикалық және облыстық Дүнгендер этномәдени бірлестігі аналар кеңесінің төрағасы Сара Даузова. Сонымен қатар Әулиеата қазақ мәдени этномәдени бірлестігінің аналар кеңесінің төрағасы Пайза Көненова. Студиямызға қош келдіңіздер. Құрметті аналар, барлығыңызға белгілі, отбасы отан отбасынан басталады. Олай болса, отбасының біздің өміріміздегі алар орны өте ерекше. Осы орайда подкастымыздың алғашқы сұрағын бастағым келіп отыр. Біздің алғашқы сұрағы, құрметті Тоқтагүл апай, өзіңізге арналады. Енді білесіз, сіз Алашқа алтын ұлды сыйлаған алтын құрсақты анасыз. Жақында үлкен жеңістің дәмін таттық, қуанып жатырық, ел болып, жұрт болып. Осы тарихи сәттің әлі де бойыңызда көңіл күй жүрген болар, сонымен бөлісе кетсеңіз. Неден бастарымды да білмей отырмын ғой енді. Айта беріңіз. Қуанышымызды енді айтып жеткізе алмаймыз. Елдің мақтанышы, халқымыздың қуанышы бұл Елдостың жеңісі. Елдің үмітін арқалау өте қиын ғой енді. Сол елдің үмітін, Елдосқа деген еліміздің мақтанышын Париж Олимпиадасында елдің үмітін ақтады. Алтыннан алқа тағып, елімізді, жұртымызды дүр сілкіндіріп, елімізді қуанышқа бөледі. Бұл енді елдің баласы, халқымыздың баласы, халқымыздың қуанышы деп өзім білемін. Ел болып, жұрт болып, тақымызды қысып, Елдос ағамыз ортаға шыққан кезде, жаңағы алаңшада барымызды салып, тілектестігімізді білдіріп оттық. Енді әрине әрқайсымыз ішінде бұл өте үлкен қуаныш. Осы турасында сіздердің пікірлеріңіз қандай? Енді мұндай тарихи сәт Жақсылық Үшкемпіровтен кейін енді ғана қайталанып отыр деп жатыр. Сіздер бұл қуанышты жағдайды қалай қабылдадыңыздар, қалай бөлісер едіңіз? Тоқтагүл ханым, сізге мыналығыз, мынау Парижда Олимпиада болғанда, сол күн Елдос баламыз шыққанда, мен елордада болғамын. Бір жерде, үлкен жерде жиналып той болған. Сол той алдында біздің Елдос шықты. Шыққанда мен жүгіріп микрофонды алып, сол залда алға Қазақстан, Елдос деп бақырдым. Мен өзім Тараздан шыққанмын ғой. Сол Астана ордасына бақырып, Елдос, балам, Елдос шықшы деп, сол жерде 200 адам тойны бір жаққа қалдырдық. Бәр бақырдық қой, алға Қазақстан, алға Елдос інім деп, кім қалай қуанғанда, ол сөзменен жеткізуге болмайды. Соған не дейміз? Бүгіннің күнде біз де оны Елдосны бір көрейік. Елдос телевизорға шыққанда, ой алтын баламыз, Қазақстанды туыны көтердің деп, біз мақтанып жүреміз. Бұндай тарихи сәтке, бұндай қуанышқа ешкімнің де бейжай қарамасы анық. Бұл туралы Пайза ханым, өзіңіздің бір ауыз пікіріңізді білдірсеңіз. Жақсылық Үшкемпіров ағамыздан кейін араға көп жыл салып, 44 жыл. Қандай 44 жыл деп отыр, 44 жыл салып, сондай мынау тарихта үлкен бір керемет оқиға болды қазақ елі үшін. Өйткені действительно қанша жыл араға салып сол алтын алқаны алғанда біз бәр қуаныштан көз жасымызға ие бола алмадық. Әсіресе маған қатты әсер еткені Елдостың қазақтың әнұраны айтылып жатқандағы жылап, дір-дір етіп, сол әнді өзі қосылып салып, ақырында сол көз жасына ие, ол да көз жасына ие бола алмай, біз бәріміз қоса жыладық қой. Сонда бұл Елдос бала халық үшін, қазақ елі үшін туылған бала болып тұр ғой. Бізге сондай бақытты сыйлады, сондай қуанышты сыйлады. Біздің елдігіміздің, бірлігіміздің, ынтымағымыздың, біздің жаңағы осы мемлекеттілігіміздің бір сәті
осындай бір сәттерден қаншалықты ыстық екені, отанымыздың қандай керемет екендігі, ауызбіршілігіміздің қандай кереметтігі, бауырмалдылықтың, патриоттық сезімнің, аналардың қуанышы, жалғыз Елдостың анасы емес, бүкіл қазақ аналары, Қазақстанда тұратын ел аналары бірігіп қуанып, қуаныштан көз жасына еріп келді. Бұл үлкен оқиға, тарихта алтын әріппен жазылатын оқиға деп ойлаймын. Иә, ұлды туып атаңның баласы емес, адамның баласы бол деген бұл отбасыдағы тәрбиеден бастау алып тұр ғой. Енді бала күнгі Елдостың қасиеті қандай еді? Сіздер білдіңіздер ме осындай әлем чемпионын өсіріп жатқандарыңызды? Әрине, енді қандай ана болсын тәрбиелеп жатқан баласының жақсы болып шыққанын қалайды ғой енді. Осы үмітіміз, осы балаларымыздың тек қана жақсы жерден көрінулерін армандайтынбыз. Менің әкем айтатын, сендер жассыңдар, сендердің не тілесеңдер де тілектеріңді Алла тағала қабыл етеді. Осы жас кездеріңде армандаңдар, алға мақсат қойыңдар. Мына балаларыңның жақсы ұрпақ болып өсуін армандаңдар деп. Соның көз алдымызға енді жақсы осындай атағы шыққан азаматтарды көрген кезде армандайтынбыз. Менің де балам осындай болса екен, ел азаматы, ел танитын азаматтардан болса екен деп, мен өзім сөйтіп армандайтым. Көз алдыма кино сияқты өткізген күндерім болған. Енді адамдар болғаннан кейін, ел болып, жұрт болып болғаннан кейін бір адамның басында, қандай адамның басында болса да бір қиыншылықтар өтеді ғой. Қиыншылық кездерде, бір қиналып жүрген кездерде отырып көз алдыма кино сияқты өткізген күндерім болды. Тек қана арманым осы балдарым жақсы жерден көрінсе, ел танитын азамат болса екен деген осындай ой мені миыма қонып алғанда. Аллаға шүкір, мінекей, не ойласаң ойың, не армандасаң арманың орындалады деген осы ғой енді. Әкемнің мен сол сөзін ұмытпаймын осы уақытқа дейін. Армандаңдар, сендер жассыңдар, алға сондай мақсат қойыңдар. Қанша ұрпақ тәрбиелеп атсаң да, ұрпақтарыңның осындай тәрбиелі, ел танитын азамат, азаматша болуларын сендер қазірден армандаңдар. Асықпай армандарың орындалады деп айтатын. Енді Аллаға шүкір, арман тілектеріміздің бәрі Алла қабыл етті. Жақсы азаматтар болып өсті, балаларыма ризамын. Ешқандай үш баламнан ешқандай жаман сөз естіген жоқпын. Мектеп қабырғасында жүргенде де сіздің балаңыз мына жерде дұрыс емес жасады, мына жерде тәрбиесіз тірліктерін көрсетті деген бір мұғалімнен ондай сөз естіген жоқпыз. Енді ол кезде өзім саудада болдық. Сауданы білесіздер ғой, азанда кетіп кешке келесіздер. Әйтеуір осы балаларымызды асырау, осы балаларымызды жақсы маман иесі қылу, осылар қиналмаса екен, біздің көрген қиыншылығымызды осы балаларымыз көрмесе екен деп азанда кетеміз, кешке келеміз. Сөйтіп тәрбиеледік балаларымыз. Тек қана енді тәрбиелегенде жаңа отбасынан басталады деп отырсыз ғой, енді дұрыс айтылған сөз, осы сөзді мен тегі жақсы құптаймын. Отан отбасынан басталады дегенде, осы отбасында отырған кезде балаларымызға үнемі айтып отыратынбыз. Бізді ұятқа қалдырмаңдар. Біз барған кезде, мектепке барған кезде, біз басымызды көтеріп отырайық. Ана жерден түк білмейтін оқушы оқсап, мұғаліміміздің алдында басымызды төмен салмайтындай, басымызды, еңсемізді көтеріп отыратындай ата-ана болайық. Бізді ұятқа қалдырмаңдар деп, осы сөзді біз әкесі екеуміз көп айтатынбыз. Әкесі де өзінің білгендерін айтып ататын, бізді ұятқа қалдырма деп. Аллаға шүкір, енді бала берсең сана бер дейді ғой. Алла балаларымызды санасымен берді деп ойлаймын. Аллаға мың шүкір. Сондай мақтаныштармен мақтан аламыз. Мектеп қабырғасынан жаман тәрбиелі болған жоқ. Бұл енді спортшымыздың спортқа қабілетін өте жақсы білеміз. Енді бұл білімге деген көзқарасының да жоғарғы деңгейде болған деп тұрсыз ғой. Яғни, ал енді бала болып, шала болып бір есіңізде қалған қызықты оқиғасы бар ма екен? Енді бала болғаннан кейін болады ғой, енді шапқылап жүгіріп жүрген балалар ғой. Біз жоқ кезде енді балалық шақтары өте жақсы өтті деп ойлаймын. Есіктің алдында жаңағы жалаң аяқ футбол ойнап кеткен кездер болады екен, кришаға шығып кеткен кездер болады екен. Оны біз мында есейгеннен кейін айтып жатырмыз, өздері айтады да, сондай біз дейді
мына жерден ойнамай кришаның төбесіне шығып ойнайтынбыз дейді да. Сол біз ойбай сендер неғып шығасыңдар ой жаққа, біз жоқ, біз құлап кетсеңдер не болады деп. Ой, ол кішкентай кезде ғой, біз енді айтып отырмыз ғой оны деп. Сондай балалық шақтағы кездерін айтып, қазір айтып күлдіреді бізге. Бүйтетінбіз, сөйтетінбіз деп. Иә, енді Елдостың біз енді көпшілік жаңағы спортшы ретінде білеміз, жеңімпаз ретінде білеміз, біз білмейтін басқа да қырлары, қасиеттері отбасында қандай. Жалпы енді адамның отбасында өте еркін болады, жеңіл болады, біз білмейтін басқа да қасиеттері бар ма екен? Отбасындағы қасиеттері, қалай айтсам болады, отбасындағы қасиеттері үйде сол ойнап күліп, балаша ойнап күліп жүре береді. Балашағасымен ойнайды, бізге еркелейді құшақтап, әңгімелерін айтып, қай жерде қалай жүрген, қай жерде қалай күрескен, тұра қалып, бүйтіп күрестім. Алдындағы күрестерінде мынандай жығылып қалған жерлерін, ауырып қалған жерлерін емін еркін бізге жеткізеді. Енді бұл жаңағы спорттан басқа да қабілеттері бар ма екен? Яғни бір домбыра шертіп деген сияқты өзінің бір домбыра шертпейді, өлең айтатын қасиеті бар. Әншілік қасиеті бар. Билейді. Сондай қасиеттер бар. Билейді, бала-шағасыменен жаңағы музыка қойып билейді, бала-шағасына өлең айтып береді, билетеді. Сондай ортамызда сондай әкелік мейірімін өте балажан. Өте балажан. Жарына деген қарым-қатынасы тоже байқады, керемет. Жақсы, өте. Жаңағы жетістікке жетіп жатқан кездегі видеолардан байқап қалдық. Жаңағы қызы қасында жүрді ғой, жаңағы халық қарсы алып жатқан кезде қызы жаңағы негеден қасында жүрді, марапаттап жатқан кезде. Қызы қалай кетіп қалды? Енді халық, енді Аллаға шүкір, енді сондай қошемет, құрмет болды. Аяға алып жүре алмай қалдық. Халықтан енді жаңа Елдосты бүйтіп қоршалағанда аяқ алып жүре алмай қалдық. Сол кезде қызды ұстап келеткен қызымыздың қолымыздан шығып кетті да, сол бойы әкесінің қолынан ұстаған бойы жүріп кетті. Енді біз оны әдейлеп бүйтіп қолына жетектетіп жіберген жоқпыз. Қалай жүрсе жарасады. Соны енді әркім әртүрлі жазып жатыр, енді оқып та жатқан шығарсыздар енді оны. Ол керемет сәттер болды. Ол керемет. Ода тұрған яғни ешқандай не жоқ. Одан сол сюжеттенші үлгі алу керек. Қандай әкенің қызға деген бала өте балажан, жаңағы ерекше көңіл бөлетіні, әсіресе қызын бүйтіп көтеріп жүретіні көрініп тұр. Осы үлгі аларлық тәрбие болды. Осы Олимпиадаға кететіннің алдында 2 ай дайындықта болды. 2 ай үйге келген жоқ деп айтсам болады. Енді ол бала-шағасы әкесін сағынды, былай айтқанда. Енді Құдайға шүкір, қазір барлығы дамып кеткен ғой енді. Қанша видеоменен көріп, видеомен сөйлесіп атсақ та, әкесінің құшақтап, бала-шағасын жақсы көргендей болмайды ғой. Бала-шағасы қатты сағынды. Содан біз отбасымызбен ақылдасып, біз бала-шағаны бәрін апарайық дедік аэропортқа. Енді ойлап та жатырмыз ғой, енді сондай халықтың арасында қандай кішкене қысылып қиналып та қалар ма екенбіз десек те, бірақ енді әкесі де алып келіңдер деді. Балалары естігеннен кейін бала-шағамызды барғысы кеп тұрды, әкеге барамыз деп. Содан бала-шағасын алып бардық. Алып барған кезде де айтып отырмын, жаңағыдай адам аяқ алып жүретін жер жоқ. Соның өзінде бір баласын мына жағына құшақтап, бір баласын көтеріп алып, бір жаққа өздері бір керемет махаббат, бір-біріне махаббаттарын сол жерде көрсетіп жатыр да енді. Көрініп тұрды, оны Қазақстан көрді, әлем көрді десе де болады. Әлем шынайы болды. Шынайы болды. Өте керемет көрінді сәттер. Оның үстіне енді бәріміз ұл өсіріп отыр, қыз өсіріп отыр, қыз баланың әкеге қаншалықты жақын болатынын білеміз. Бұл енді отбасындағы әркімнің болып жатқан жайт деп ойлаймын. Мысалы, өзіміздің де папамыз келген кезде қызымыз бірінші жүгіріп шығады, содан байқауға болады. Қыздың оның үстіне қашанда орны төрден ғой. Келесі сұрағымызға көшейік. Табысқа жету, сондай-ақ табысқа жету үшін адамның бойындағы қандай қасиеттер болу керек? Яғни табысқа жету жолында адамның қандай қасиеттері көбірек оған көмектеседі? Табысқа жету оңай емес, былай айтқан кезде. Не істесең де қиналып жетесің ғой. Оңайлықпен жетсек бәріміз жете алмаймыз ба?
қаншама еңбек, қаншама тер, оның арасында қаншама қиыншылықтар, оңай нәрсеге жетпейді. Қаншама травма алып атты. Бір ауырған жерін айтса, бір ауырған жерін айтпай. Бұның бәрі денсаулыққа да, жаңағы көңіл күйіне де оңай емес былай айтқан кездеші. Сондай бейнетпен, сондай өзінің күш қуатыменен, алға қойған мақсатыменен қол жеткізді. Жаңағы дайындыққа, тренировка дейміз ғой енді. Тренировкаға да шыдайтын бала шыдайды. Шыдамайтын бала тренировкаға шыдай алмайды. Осы Елдостан кейін қаншама жас балаларды ата-аналары жетектеп апарды. Мен оны өзім куәмін оған. Соменен қызығушылықпенен ары барса бір ай шыдайды, содан кейін уже барғысы келмейді. Ана жерім ауырды, барғым келмейді, бүгін бармай-ақ қояйыншы, ертең барайыншы, осындай жалқаулық басады адамға. Табандылық керек дейсіз ғой. Иә, жалпы оған сол маманды таңдады ма, соған сүйіп қатысу керек. Шын ниетпен мен осының аяғына дейін қол жеткізем деген адам ғана қол жеткізе алады екен. Қаншама жастарды, қаншама балаларды мен өзім куә болдым оған. Қызығып, Елдосқа еліктеп барған балалардың қазір көпшілігі күреспей қалып қалғандар бар. Соған енді мен ойлаймын, бұған сондай шыдамдылық керек, сондай бейнет керек. Барлық қиыншылығына, барлық ауыртпашылығына шыдамдылық керек. Оны жеңіліп қалған кезде болды, мен бәрін тастадым деп сынбайтындай қайсарлық. Сынбайтындай қайсарлық керек. Оны қолын бүйтіп бір сілтеп кетіп қалған балаларды да көрдім. Иә, кез келген істі соңына дейін жеткізетін қайсар мінез керек деп. Сондай қайсар мінез керек. Енді ондай біздің Елдостайымызда да болды. Қолын сілтеп кетіп қалғысы да келді. Содан осы ең соңғы неде бір жылда, осы Олимпиаданың алдындағы бір жылда бұл травма алды да барған жерде жеңіп қалып жүрді. Барады, жеңіп қалады, барады, жеңіп қалады. Содан енді айтты ғой, енді мен спортқа ешқандай өкпем жоқ деді. Мен екінші орын алдым, үшінші орын алдым, мен көрсеткіштерді көрсеттім, жемісін жедім, мен ризамын. Енді осы жолын қоя салайын деп әкесіне звондады. Содан әкесі айтты, сен қалай сен бәрін шеше салдың? 25 жыл осыған терің төктің, 25 жыл алысып келдің. Енді мынау Олимпиада жақындаған кезде болды, мен бәрін қоя салам, мен ризамын бәріне, мен барлық көрсеткішті көрсетіп қойдым деп қалай сен тастай саласың? Сен әлі еңбегің біткен жоқ, сен алға мақсат қойғансың, мен әлі алтын алам деген мақсатың бар еді ғой. Үміт күтіп отқан халық бар. Иә, мына жақта енді халқымыз үміттеніп отыр. Бір Елдостан Әбиба екеуінен үміт күтеміз деді. Содан әкесі айтты, бәрін бірден тастай салуға болмайды, балам, сен әлі көр енді, тәуекел деп. Болса, бағың жанып атса оны көрерсің, ары қарай өзің шешесің деп. Содан мен не деп отырғам, осы бір жолдастарымызбенен бір жақсы, бір жақын подругам бар еді, сол екеуміз кафеде отырсақ, Елдостан звонок келді маған. Сол мама, мен шаршадым, бәрін қойсам деп отырмын. Өзім қалаған мамандығым, мен жұмыс істеймін ары қарай. Әй, сен не деп отырсың? Бәрін тыңдап алдым да, жүрегім тарсылдап, жібермей тұрмын да, ананы күрестен кетпесе екен деп. Содан мен айттым, сен енді бізді бір тыңда, біз сенің ата-анаңбыз, мен сенің анаңмын. Менің жүрегімнің түбінде бір жарылып кететіндей бір қуаныш бар. Сен көр тағы да бір рет деп. Сөйтіп баламызға біз әкесі екеуміз мотивация бердік. Сонан баламыз қайтадан жігерленіп, бір сондай маған күш пайда болды дейді да. Сіздердің әкем екеуіңіздің сөздеріңізден кейін маған бір керемет күш пайда болды да, бәрін тастадым да, сразу дайындыққа кірісіп кеттім деп сөйтті. Содан ары қарай жаңағы Олимпиаданың дайындығын кірісіп кетті. Енді бәрі Алланың қалауымен шығар, енді біздің мотивациямыз керек болып тұрды ма, сондай бір керемет қошемет керек болып тұрды ма, ата-анасынан рух бердіңіз. Бір күш қуат бердік па деп ойлаймын енді. Содан мама, менің жүрегім алдамайды, ана жүрегі алдамайды деп айттыңыз. Мен бәріне сенімдімін, мен жеңемін деді. Өзі сөйтіп алға мақсат қойды. Сөйтіп кірісіп кетті.
Аллаға шүкір мінекей. керемет. Құрметті көрермендер, осы тұста табысқа жетудің тағы да бір керемет қасиеті бұл отбасыңның, ошақ қасыңның саған деген сенімі мен ерекше қолдауы екеніне тағы да бір көзіміз жетіп отыр. Рахмет, Тоқтағұловбай. Бұл туралы сіздердің қандай пікірлеріңіз бар? Табысқа жету үшін адам бойында қандай алғы шарттар, алғы бір қасиеттер болуы керек? Қазір мен Тоқтақгүл ханымны тыңдап, тегі сіз сондай мотиватор, батыр Елдосының анасысыз. Қазір біздің Қазақстанда республикадан бір проект шықты, салауатты сана дейді. Сіз қазір ол әңгімеде сана дедіңіз ғой. Соған сол қазір балдар мынау қазір сізні көреді ғой. Батыр ана не деді? Соған салауатты санаға сіз не қосасыз? Но қазір қоғамда көп нәрсе шығады ғой. Соған сіз өзің Елдосқа берген тәрбие, Елдосқа берген ақылы, рухны, қазір көп балдар қарап отыр. Содан бір әңгіме айтыңызшы. Енді анау бала өзі бар ғой, әр салаға бейімді болады екен. Бұл енді мен байқауым бойынша Елдос спортқа жақын болды да, тула енді бала кезінен, бала күнінен алысып, жаңағы шпагатқа отыратын, қолменен жүріп кететін, күресе кететін, сондай өзі адам бейімделеді екен. Мен өзім ойлаймын. Бала күнінен байқалды. Негізі мен 3 балам да сондай болды. Алысып өсті. Бір-бірімен алысып, үйде мен кешке жақын келіп тамақ дайындағанша пора-пора тер болып жатады залда. Терлеп қойыңдар деп мен айқайлаймын. Ананы да қиратып тастайды, ананы да неғып кетеді. Енді балалы үй базар болғаннан кейін алысып, былай айтқан кезде терлеп жататын. Қазір бүйтіп ойлап отырсам, адам өзі сондайға бейімделеді екен. Әр бала өзі әр маманға бейімделеді екен. Енді кейбір балдар бар ғой, енді құрылысқа жақын. Ол бірдеңені құрастыра салады, бірдеңені соға салатын, ондай балаларды кездестірдім. Ол мінекей нағыз құрылыс бала болып шықты. Кейбіреу бар, мінекей мұғалім болғысы келеді. Менің өзім бір немерем бар, не қылса үйге келіп бізге сабақ өткізеді 5 жаста, Елдостың қызы. Ал балалар дейді, тамақ ішіп отырамыз. Маған қараңдар, мынаны көріндер ме деп қойдан бір тетрадты алып алады. Соған өзі сөйлем құра жібереді да, мынау не болды сонда? Алманың суреті шығады қазір деп өзі, мен ойлаймын, бұл мұғалім болады. Көрініп тұр да ол. Сол сияқты бала өзі әр нәрсеге бейімделеді. Дәрігер болатын бала өзі ол дәрігердің тірлігін істеп кетеді екен. Шофер болатын бала ол өзінше машина деп кетеді екен. Соған бүйтіп қарап отырсам, именно сол бала сол мамандықты алып шығатын сияқты. Бала күнгі арман өзі бейімделеді. Бір оқымысты бала өзі бір оқымыстыға лайықты өзі отырыс-тұрысы, тірлігі, жаңағы жазу мәнері, жаңағы өзің байқайсың да, мен қазір сондай маман иесі болдым ба деп өзім ойлаймынша, балаға қарап отырып айтам, мына баладан спорт шықпайды. Бұл білімді болады, болмаса мұғалім болады, болмаса басқа да маман иесі болады. Спортшы бала өзі басқаша болады өзі бір. Мынандай болып, денесі де бейімделген, соған бір ұстаған жеріне бүйтіп жабысып жібермей қоятын, сондай күш пайда болады өзі спортшы балаға. Бұл турасында сен өте тәжірибелі болып тұрсыз ғой. Бала күнгі Елдосты көзіңізбен көріп, жүрегіңізбен сезіп өстіңіз. Ал енді сіздің ойыңызды түсініп тұрмын, мамандықтың барлығы жақсы, ең бастысы мамандықтың нағыз маманы болу деп тұрсыз. Ойыңызбен толық келісеміз. Енді ары қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Жалпы бала тәрбиелеп отырған жас отбасыларға қандай кеңес берер едіңіздер? Бала тәрбиесіндегі өздеріңіздің жеке бөлісетін пікірлеріңіз болса, баланы қалай тәрбиелеу керек? Қазіргі таңда біздің бұл қоғамға қозғаушы ой салып отқан мәселенің бірі бала тәрбиесі. Қазіргі жастарға айтатыным, қазіргі жастар өте балажан, былай айтқан кезде. Баланың аузынан не шықты, соны орындайды. Ананы алам десе алып береді, анаған бармайым десе бармайды, барам десе сояққа апарады.
елу жылда ел жаңа демекші, Иә. заманға қарай Заманға. баласы болып жатыр Иә, онда. иә, сол мен айтарым енді шыли баланы өйтіп, енді ол менің өзім ойым енді. Енді кейбір жастар бұны қабылдай ма, тура қабылдамай ма. Мен өзімдің отбасымда немерелерім айтам, шыли баланың айтқанын істеуге болмайды. Сен айтқаныңды істет оған. Мынау болмайды, сен былай істейсің деп не қылам да. Көп жерде байқаймын, ата-аналар бала шағасының айтқанын істейді. Ол айтқан істеген бала, ол бала ешнәрсе істей алмайды деп ойлаймын мен. Ол уже әке шешесіне сенеді. Мама істей салады, папа бүйте салады. Ана апар десең, мамам өзі апара салады. Осындай да баланы жұмсап, енді айтқанында істейтін жер болу керек шығар, енді баланы да айтқанын орындау керек. Шылай орындамай қоймау керек. Бірақ сол баланы жұмсай білу керек. Айтқан сен өзіңнің, ол жақсы көрген бөлек, айтқаныңды істете білу керек. Жұмсағанда барып алып келетін болу керек. Мен көп жерде байқаймын, өзім туысқандарым арасында да байқаймын, келіндерімнің арасында да байқаймын, орнынан тұрып барып, бір емес бірнеше рет тұрып барып әкеп береді. Оған ол бала өзі жете алады, өзі ала алады. Сол балаға сондай тірлік істейді да. Еркелік басымырақ. Соған жастарға айтарым, балаларыңды тірлік істете біліңдер, жұмсағанда барып алып келетіндей қылыңдар деп айтам. Дұрыс. Мұны өте керемет ұсыныс жастарға. Өте жақсы. Неге десе, қазір біздің балдар ұялы телефон ұстайды ғой, олар көптеп біледі уже. Соған сіздің берген ұсыныс өте керемет. Рахмет сізге ұсыныс. Файза Салыбекова, ол туралы не айтасыз? Енді мен де қосылам, өте керемет, жақсы ойлар айтылып жатыр. Бала тәрбиесі қазір өте қиын деп айтуға болады. Қиын қазір біздің әр ананың, әр ұстаздың басындағы, ең қоғамдағы өршіп тұрған ең негізгі мәселе бала тәрбиесі болып жатыр. Жаңа мына кісі өте керемет айтып жатыр да. Расында да біз, әсіресе жас ата-аналар, өз балаларының құлы болып жатыр. Сондай құлы сияқты жұмсайды. Сонда біз балаларымызды еңбекқорлыққа емес, біз оларды жалқаулыққа тәрбиелеп жатқанын өздері түсінбейді, өздері білмейді. Баланы кішкентай 2 жасынан уже аяқ жүргеннен бастап жұмсауға үйретуіміз керек. Бірақ біздің жастарымыз мынау ағылшын, Америка, болмаса шет елдің жаңа психологтарын қазір соларды оқып, солармен жұмыс жасайды ғой. Ол шетелдің психологтардың еңбектері бала тәрбиелеу жөніндегі біздің менталитетімізге мүлдем келмейді, қайшы келеді. Біздің ұлттық салт дәстүріміз үлкенді сыйлау, еңбекқор тәрбиелеу, мықтылыққа, табандылыққа, қиындыққа тәрбиелеудің орнына біз оларды дайын нәрсеге үйретіп жатырмыз. Олар қазір балалар сөзіңіз аузыңызда осы айта кетейікші, жаңа айттық қой, отан отбасынан басталады деген. Біздің отанымызда қаншама 140-тан астам этнос өкілдері тұрады. Олар қоян қолтық бір-бірімен ауыз біршіліктері келіскен, келісім мен тұрақтылықты ту еткен этностар. Ал енді осы бірлік, осы отаннан отбасыға үйісқан кезде қазіргі таңдағы өте өзекті тақырыптардың бірі ене мен келіннің арасындағы бітімгерлік, сыйластық қалай? Сіздің отбасыңызда. Шүкір. Біздің батырымыздың жары мен сіздің араңыздағы сыйластық енді ол көпкелігі боларлық нәрсе, сол себепті өзіңіз түсіндіріп айтып. Үйдегі қолдағы келін туралы ма, барлық келіндерімді айта берейін бе? Ол кісі, барлық келін туралы айтыңыз, және біздің жаңағы басты кейіпкеріміз Елдос Сметовтің жары туралы бөліссеңіз. Шүкір. Мен келіндерді айтатын болсам, мен келіндерді қай жерде болса да мақтан алам, келіндерімді айтып мақтан алам. Аллаға шүкір, 4 келінім бар. 4-еуі де енді айтып жеткізе алмайсың. Мен келіндерімнің ата-аналарына ризамын. Сондай қызды туып, енді аманат қой ол деген. Біреудің қызы аманат дейді. Сенің жан-жарың саған аманат дейді. Енді біздің келініміз енді бізге аманаттап берді ғой. Туды өсірді, ары қарай өзің тәрбиелейсің деген сияқты. Осы үйде қалатын адам. Иә, осы үйді өргітіп, өсіріп, өндіретін, біздің өмірімізді жалғастыратын сол келіндеріміз. Мен келіндерімнің өздеріне де айтып отырамын.
Біздің өмірімізді жалғастыратын сендерсіңдер, біздің ұрпағымызды көбейтетін сендерсіңдер деп. Енді үлкен келінімнен бастасам, мен келіндердің бәрін жастай алдым. 19 жасында алдым, 18 жасында алдым. Үлкен келін менің тәрбиеме тез үйреніп кетті. Қолынан бәрі келетін, тазалығы, таптиналығы, бала да таза, жолдасы да таза, тірлігі де таза, үйі де таза. Мен үйіне барсам, демалам мен, ойға барсамшы, кәдімгідей демалып қалам. Демалып істеген тірліктеріне көңілім толып отырады. Мен айттым, Алла разы болсын, тура өздерің сияқты келін алыңдар деймін да, маған қандай жақсы қызмет көрсетіп жатырсыңдар, сендердің алдарыңнан еселеп шықсын деймін. Айтқан сөзімізді екі етпейді. Үлкен келінге айтам, бүгін келіңдер, ертең қонақ шақырамыз, болмаса құдай тамақ береміз, болмаса құдаларды шақырайын деп жатырмын деп айтап қой. Бәрі бір ауыздан жиналып, біреу бірдеңкесін істеп, біреу бірдеңкесін істеп, бір пәсті дастарханды жайнатып жібереді. Енді үлкен келінім енді үлкен ғой енді. Екінші баламның келіншегі ол өте жақын дастарханға. Дастарханның деп оформлениясын жасап жібергенге қолынан да бәрі келеді бүйтіп. Сонда мен айтып жатырмын ғой, сендер жақсы болсаңдар, абысын емес, әпкелі, сіңілі сияқты боласыңдар. Олар бір-бірін абысын демейді, әпке дейді. Үлкенін Ағзере әпке дейді. Екінші келінімнің аты Сәния, Елдостың келіншегі Сәния әпке дейді. Сөйтіп бір-бірін менен ауызбіршіліктерімен, ынтымақтарына мен ризамын. Осы уақытқа дейін бір қас қабақтарын салынып, бір-біріне өкпелеген кездерін мен көрген жоқпын. Мен осылай мақтанып айта аламын. Ал Елдостың келіншегіне келетін болсақ, ол қолдағы келін, оны мен өзім таптым деп айтсам болады. Өзіме ұнады, Елдосқа айттым, мен осындай қыз таптым, менің көңілімнен шығып тұр, осы қызбен танысып сөйлесесің ба деп. Ең басты ананың көңілінен шыққан келін. Сонымен сізге ұнап тұрса, мен танысып сөйлесейін. Сіз ризасыз ба деді. Ананың разылығы, Алланың разылығы дейді ғой. Сіздің ризашылығыңызды алу маған үлкен нығмет, үлкен күш, қуат. Сіз риза болсаңыз, мен осы қызды алып келем деп. Екеуін таныстырып, көріп, құда түсіп барып, 30 күн ойын, 40 күн тойы деген сияқты сөйтіп құда түсіп келіп алдық. Енді бұл келіннің бұл да көңілімнен шығып жатыр. Алдымнан қия өтпейді, өте көргенді, сондай жерден шыққан, көздері ашық, ата-аналарына рахмет, келіндеріміздің айтқанымды екі етпейді, бәрін дайындап қояды. Бір жаққа барам десем, киімім де дайын, үтіктеулі, жоқ, мына орамалды салмаңыз, мынаны салыңыз. Орамалдарыма дейін таңдап береді, киімдерімді таңдап үйлестіріп киіндіріп жібереді. Осы сізге бүгін, осы киіміңіз бүгін лайықты болып тұр, осы жарастыр, осыны киіп барыңыз деп. Біреу стилист, біреу дизайнер, біреу оформитель. Мен енді өзімнің қызым болмағаннан кейін соларға айтам, мен мынаны киейін бе, бүгін қайсын кием? Жоқ, мама, мынаны киіңіз, болмаса, осыны кие беріңіз деп Қызым жоқ демеймін, 4 ұлдан жаңағы алған келіншектері 4 қызымдай дейсіз ғой. 4 қызымдай. Келінін қызымдай көру, бұл ананың даналығы деп білеміз. Осы тұста сіздің келіндеріңіз осы подкасты көріп төбелері көкке бір елі жетпей қалады. Себебі ананың, ененің аузынан мақтау есту әрбір келіннің басына бұйыра беріп жатқан бақ емес қазір. Енді біздің келіндерді танымайтында қонақтар келіп қалады. Сол кезде келіндер 4-еуінде шақырам. Мен енді осы қызметтің бәрі менің осы келіндерімнің арқасында жетіп жатырмын. Мен негізі маған еш нәрсе істетпейді олар. Мен әшін ортада жүгіріп жүрген болмаса, анан бит сөйтіп келіндерімнің бәрін бит 4-еуінде қатар қойып таныстырамын. Мынау үлкенім, мынау екінші келінім, мынау үшінші келінім, мынау төртінші келінім деп 4-еуін таныстырамын. Алла разы болсын, бәрі бүйтіп қызыға да, қызғана да қарайды дей ма? Сөйтіп, бізге де тура осы сіздің келініңіз сияқты келіндер бұйырса екен деп келгендердің бәрі қызығып кетеді. Мен айтамын, Алла тіл көзден сақтасын. 4-еуіне де айтарым, өздері сияқты жақсы, инабатты, көргенді, ұяты бар, сондай келіндер нәсіп етсін.
көрінген таудың алыстығы жоқ дейді ғой. Бәрі ұл тәрбиелеп отыр, қыз тәрбиелеп отыр. Келіндерім де бала шағасына жаман тәртіп тәрбие беріп отырған жоқ. Ұят болады дегенді көп айтады. Біз қандай әңгіме айтсақ, тәрбиені бастау бұлағында өзіңіз отырсыз, енді бұл жерден қия кетер ештеңе жоқ. сондай сөздерді көп айтады. Ұят болады анаға бүйтпе, ұят болады анаға сөйтпе, анаған тиіспе, ананың бір нәрсесін алма деп сондай нәрселерді көп айтады келіндеріміз. Ой, рахмет, тамаша. Бұл балаға берілетін тәрбие өмірінің, яғни жақсы болуына басты қадамдар. Менің ойымда, сол сөзіңіз аузыңызда, мен Тоқтагүл замандасының сөзін тыңдап отырып, ойлап отырмын, алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда жүреді. Мынау бұл кісінің өзінің енелік мектебі бар екен. Үлкен мектебі бар. Осы мектебінен өйткені бұл кісі өзі сол үлкен мектептен өткен, көреген, өте сондай ақылды, ененің қолында тәрбиеленген болу керек. Енді өзінің мектебін, өзінің келіндерінде осындай сара әдеби керемет қазақтың сара жолымен тәрбиелеп, осындай отбасының ұйытқысын ұстап отырған өзіңізсіз. Сондықтан барлық жақсы қасиет өзіңізден бастау алып отыр. Керемет келіндерді өзіңізді тәрбиелеп отырсыз. Әрі қызыңыздай көріп отырсыз, әрі келіндік қасиеттерді, міндеттерді тәрбиелеп үйретіп отырсыз. Бұл сіздің жаңа көргендігіңіз. Енді мұндай батыр кімнен туады? Батырда, ғалымда, ақында, керемет барлық жақсы қасиет бәрі анадан туады ғой. Сондықтан сізге көп рахмет. Олай болса келесі сұрағымызға көшейік. Енді осы жастардың, мысалы жаңа айттыңыз, немерелерім бар, балаларым бар деп, енді осылардың бойында ұлттық құндылық, отанға деген сүйіспеншілік секілді жақсы принциптерді қалыптастыру жолы қалай жүріп жатыр? Енді жаңа айтып отырмын ғой, әр баланың өзі бейімделеді екен деп. Немерелеріміздің арасында да күресіп жатқан балаларымыз бар. Бір немеремнің өткенде ол да айтып, мен 29 медалім бар екен дейді. Біреуінде де сондай әжептәуір. Екі баламның, үлкен балам мен екінші баламның баласы күресіп жатыр. Барған жеріндерінде орын алып келеді. Өткенде Жандостың баласы бір күресінде қолын сындырып алды. Соны мен ойладым, енді кейбір балалар бітті, бір жерінен кішкене қиыншылық травма алса қоя салады ғой. Жоқ, қайтадан күресіп кетті. Баяғыда Елдоста талай сындырды ғой, қолында сындырды, аяқты да сындырды, басты да жарды. Сол кезде ойлайтын, болды енді қойған шығарсын. Күрес дегенді ұмытады ғой енді дейміз ғой енді. Ол енді қойған шығарсын, осыменен тойған шығарсын деп несеміз ғой. Деп сөйтіп ойлайтынмын, жоқ, жаңағы гипсін бәрін шешкеннен кейін қайтадан күреске кетіп қалды деп айтты. Ана кішкене жазылсын да, жазылдым, жақсы болдым деп айтады дейді. Оның үстіне тура Елдостың алғашқы бапкері менен біз бір жерде тұрдық, бір домда тұрдық. Ол ағайдың да көп бейнеті сіңді Елдосқа. Өзінің баласындай қылып жетектеп жүрді. Даже мына демалыс күндері Елдос пен Жандос екеуі ағайын үйінен шығарып алады екен ғой. Жүріңіз залға барамыз деп. Бүгін демалыс қой десе. Соның екі баланың несіне қас-қабағына қарап, ол кісі де демалыс күні екеуін жетектеп барып залға ойнатып әкелген күндері болды. Сол кісінің де бейнеті өте зор деп айта салсам болады. Ғалымжан. Жоқ, Ахмет ағай. Ахмет Жұмағұлов деген ең бірінші кішкентайында баптаған бапкері. Сол кісінің де бейнеті көп, демалыс күндері барып ойнатып келеді. Кей күні кешке жақын есіне түссе, кешке жақын барып ойнатып келген кездері болады. Сондай олар. Жаңағы балаңыздың осылай әлем чемпионында орын алуына тікелей бапкерлерінің үлесі зор екен. Зор, әрине зор. Сондай-ақ енді баланың көңілін жықпай, оның жаңағы іштегі сүйіспеншілігін, іштегі талпынысын, жалынын өшірмей, оны үрлеу, яғни көп бапкердің қолынан келе бермейді ғой енді. Көп келе бермейді. Сондай қайсарлықты тәрбиелеу. Ал жаңағы отанға деген сүйіспеншілік, ұлттық құндылықтар үйлеріңіздегі сақталып жатыр ма? Енді бұның бәрі ұрпақтан ұрпаққа, ұрпақтар сабақтастығына жалғасатын нәрсе ғой. Жалғасады, Алла қаласа жалғасады, үмітіміз бар. Осы күреске бейімделіп жатқан екі немерем бар. Еш нәрседен қалмайды, тренировкадан қалмайды. Біз айтамыз, мына шаршады ғой, кішкене бір мезгіл барсында, екінші ретте кетіп қалып жатыр. Алға ұмтылып жатыр енді. Алла әйтеуір осы Елдос көкелерінің жолын берсін, елімізді мақтан ететін азаматтардан болсын. Осы кеше осы Бурнеда, Жуалда күреске барып келді. Содан біріншісін отты деді, екіншісін отты батыр деді. Содан мен Алла әйтеуір күш қуат бере осы жәрдемші Алла ғой енді бірінші.
әйтеуір аман есен осы күресін өткізіп келсе екен деп, әйтеуір іш жеріне ешқандай зақым алмаса екен деп Құдайдан тілейміз ғой енді. Соны мамасына айтып жатырмын, мама, Ақзере балаң бүгін күреседі, жақсылап дұға ет, сенің дұғаң ешқашан артқа қайтарылмайды, қабыл болады. Біз етеміз, біздікі сенікіндей болмайды деймін ғой енді. Мама, мен дұға етіп жатырмын деп жаңағы сөйледі ғой. Сол сияқты ана бірінші балаға қалқан екен ғой. Осы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Рингке балаңыз Елдос ағама шыққан кезде сіздің сезіміңіз қандай болады? Отырып көре аласыз ба? Отырып көре алмаймын. Оны көру мүмкін емес. Енді басқа аналар білмеймін қалай екенін. Мен отырып көру мүмкін емес. Осы Бейбіт Ыстыбаевтың анасы кеше ғана екеуміз бір жерде отырып сөйлескенде айтады ғой, мен көрем дейді. Енді айтып жатырмын ғой, мен көре алмаймын деп сөйтсем, мен көрем, бірақ балам бүйтіп не қылған кезде мен бүйтіп қаппын дейді. Қисайып қаппын дейді. Балам бүйтіп бұрап жатқызып жатқан кезде, ана құлаған сайын мен де құлап, бүйтіп бара жатырмын дейді да. Сонымен айтамын, сен мықты екенсің, жүрегің мықты екен, сен балаңды көріп отырған деймін да. Мен Елдос шыққан кезде, ана жақтан Елдостың аты аталып, Елдос Сметов деген кезде мен ақырын орнымнан тұрамын да далаға шығып кетемін. Далада жүремін, осылардың үйден дауыс күтем да, айқай шуды күтем. Жеңді деген. Сол кезде жүгіріп кірем ғой. Не болды, жақсы жеңді ма? Қиналған жоқ па? Іш жерін ауыртып алған жоқ па? Өйстіп сұраймын. Жоқ, жақсы жеңді. Минуттарын айтады. Мынанша минутта жеңді деп. Сіздің жүрегінде бүкіл Қазақстандың спортсмен аналар балдарының несі сияды. Соған сізге мың алғыс, сізге, сіздің отбасына біз тілейтін бір бақытты болыңдар. Мынау Қазақтың шаңырағы шайқамасын. Мынау Қазақстанда 140 этнос тұрады. Бәр сізді үлгі тұтамыз. Бізге қазір анау айтады ғой, Елдос бренд болып кетті. Елдостың айтқан сөздері, Елдосыны би, Елдосыны жүретін қапсалағанда, жүретін аны қызны бұлай ұстағаны, бізге ол үлкен үлгі. Біз аналар ретінде оны қай жерде болса айтамыз. Неге десе, салауатты сана адамды өзгерту керек. Біз қазір дайынға бәрі жақынбыз. Жоқ, мынау жерде үлкен еңбек жатыр. Ата-ананың, баланың біз қазір көріп отырмыз қандай еңбек. Соған мың алғыс сізге. Осы Сара Манкез қызы Тоқтағұл ападан тағы бір нәрсе сұрағым келіп отыр. Қазір әлеуметтік желіде қоғамда резонанс тудырып жатқан өзіңіздің жаңағы Елдостың қаласына анасы бірге жүр деп жатқан сөздер. Осыған ресми түрде өзіңіздің нақты жауабыңызды берсеңіз. Мен оған ренжімеймін ешкімге. Қазір кімге мен ренжимін. Қанша адам бар, әркімнің пікірі әртүрлі, әркімнің ойы әртүрлі дейді ғой. Енді ол қандай оймен ондай жазып жатқанын білмеймін. Оларда ана бар ма, білмеймін, ана жоқ па. Ананы мен анам тірі болса анамды мен бірінші орынға қоятын едім. Жұмақтың бәрі ананың табанның астында дейді ғой енді. Мен ол Елдос мені бүйтіп жетектеп алдыға шығарғанда бәріміз қатарақ келе жатқанбыз. Сонымен бір немерем құлап қалды ма, не қылды ма, атасы соны еңкейіп алғанша біз тез жүріп кеттіпіз. Соны айтып жатқан шығар, мамасы біреу бүйтіп жазып қойыпты. Үйінде атаман мамасы ғой, мамасы алдында кетіп бара жатыр деп қойыпты. Білмеймін енді, мен оны ешқандай сезген де жоқпын, қараған да жоқпын. Кейін бәше оқымай да қойдым, қарамай да қойдым. Әркім әртүрлі нәрселер пікір жазып жатыр екен. Бұл сұрақты маған қай жерге барсам да қояды. Сіз қандай болдыңыз, қандай сезімде болдыңыз деп. Мен ешқандай сезімде, ештеңке ойыма еш нәрседе алған жоқпын. Қайықта екі ұшы бар дейсіз ғой, жақсы болған жерде жамандықты. Соны айтамын да, сол айтқан адамдарға мен жақсылық тілеймін. Олардың да аналары алдында жүрсін. Бір қырғыз жігіт айтып еді маған, мен танымаймын да оны. Сіз Елдостың мамасысыз ғой деді. Мен сіз сияқты анам болса деді, мен жетектемейтін едім деді. Прям көтеріп алдында алып жүретін едім деп сөйтті. Сол сияқты мен оны ештеңке демеймін. Ол адамдардың да осындай аналарын ардақтап, алдарына жаңағы қырғыз жігіт айтқан сияқты қолдарына көтеріп алуына тілеймін.
алдында жетектеп жүрсін. Ана сол үйдің ұйытқысы, сол үйдің гүлі. Сол үйдің қамқоршысы, сол үйдің панасы, сол үйдің қалқаны деп білемін мен. Айтар едім, ана деген сол үйдің қалқаны. Мен Елдос балам айтқандай, мама, сіз менің қалқанымсыз. Сіз мен үшін дұға тілегенде, мен қолыма мынандай қалқан алып шықпаймын, өзім ақ шығам дейді, күреске дейді. Сол сияқты мен айтам, сол жазған адамдарға айтам, қалқандары аман болсын. Бар болса, қалқандарын алдарына алып жүрсін. Ұрпағым әрқашан дұғамда дейсің. Мен ұрпағым үшін, бала шағам үшін қалқанмын, сол дұғадамын. Ой, керемет. Осы құрметті аналар, енді алда отбасы күні келе жатыр. Отбасы күніне арналған өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер. Не деймін енді, әр отбасына аманшылық тілеймін, жақсылық тілеймін. Ауызбіршілік пен ынтымақ болса, ол отбасы деген өте керемет болады. Бала шағаларымыз аман болсын, өсе берсін, өне берсін. Өмірімізді жалғастыратын осы бала шағаларымыз өмірімізді жалғастырып, біздің жолдарымызды беріп, осындай биік шыңдардан бағындырып, осындай жақсы жерлерде отыруды нәсіп етсін. Әр отбасына тілейтінім осы. Барлық аналарға тілейтінім. Рахмет көп. Сіздерге де тілейтінім. Осындай жақсы жерлерде отыруды нәсіп етсін. Сіздер аналар өздеріңіздің бір ауыз тілектеріңізді білдіріңіздер. Отбасы күндер келе жатыр ғой, соған бәр шамаға, Қазақстанның отбасына мейірімдік, имандық, достық, береке болсын. Анамыз гүлде берсін. Аналарымыз сыйлайық. Мынандай үлгі ана бүгін келіп, соған отбасы шаңырағы үлкен биіктен көре берейік. Сізге де үлкен алғыс, рахмет сізге. Мынандай бүгін бізге жақсы нәрсені айтып, сізге мың алғыс. Рахмет. Отбасы шағын мемлекет дейді ғой. Біз отбасымыздың тірегі мықты болса, сол отбасын аялап сақтайтын аналарымыз, әкелеріміз мықты болсын. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген томпішер дейді. Отбасындағы ұлттық құндылықтарды сақтай білетін үлкен ата әжелеріміз, ата аналардың тәрбиесін көрген бала жаман болмайды. Енді осы жаңадан құрып отырған отбасы, жастардың шаңырақтары мықты болсын тірегі, шаңырақтары шайқалмасын. Сол отбасымыз мықты болса, біздің елдігіміз, отанымыз мықты болады. Сондықтан отбасы мерекесі құтты болсын баршамызға. Отанымызға тілейтінім, осы отанымыздан адал азаматтар шықса екен дейміз. Отанымызды қорғайтын тәрбиелі ұрпақтар көп болса екен дейміз. Сізде адал азаматтар тәрбиелейтін аналарымыз көп болсын. Рахмет. Құрметті Тоқтагүл апай, аналар, біздің студиямызға келіп қонақ болғандарыңызға көптен гөрі рахмет. Мына гүл шоқтары өзіңізге арналады, қабыл алыңыз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің отбасы күніне арналған адал азамат тәрбиелеген отбасы челлендж аясында түсірілген кезекті татулық мәңгі тұмарым атты подкастын аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Назерке Оңғар. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз көркем болсын.